Толағай алғаш рет ұшаққа мінді. Ұшақ бұлттардың арасына көтерілгенде, ол терезеден сыртқа таңғала қарап отырды. Бәрі керемет көрінді. Бірақ кенеттен құлағы бітеліп, басының ішінде бір түрлі поп еткен дыбыс шықты. Ол селк етіп, неге ұшақта құлағымыз бітеліп шытырлайды деп ойлады. Мұның сырын білгісі келген Толағай кішірейіп, өз денесінің ішіне кірді. Ол құлақтың ішіне туннелдер мен қуыстарға толы күрделі әлемге тап болды. Ортаңғы құлақ ауамен толған қуыс үңгір сияқты екен, ал құлақ жарғағы сыртқы құлақ пен ортаңғы құлақты бөліп тұрған жұқа қабырға секілді созылып тұрды. Ұшақ жоғарылаған сайын Толағай бір қызық нәрсені байқады. Ұшақ ішіндегі ауа қысымы төндеп жатты, ал ортаңғы құлақтағы ауа қысымы өзгеріссіз қалды. Соның салдарынан кеңсіздік пайда болды. Құлақтың ішіндегі жоғары қысым құлақ жарғағын іштен итеріп, жайсыздық пен бітелу сезімін тудырды. Сол сәтте ми Евстахи түтігін ашу туралы белгі жіберді. Бұл түтік ортаңғы құлақты тамақпен байланыстырады. Түтік ашылғанда артық ауа сыртқа шығып, қысым бірден теңесті. Құлақ жарғағы босаңсып, жұмсақ поп деген дыбыс шықты. Толағай мақтанышпен жымиып, бұл құпияның сырын түсінді.